Кеңестің қылышынан қан тамып тұрған кезде нағашы атам анама мынандай бір сөздерді жаттатқан болатын. Алла бір, Құран шын, пайғамбар хақ, төрт шариғар достым. Жалпы бұл сөздің мағыналарын мен кейін ұғына бастадым. Жалпы төрт шариғар достым деген сөз алдыңғы үш маңызды сөзбен қатар айтылған. Не үшін? Өйткені исламның ішінде біз сүннилік ағым өкіліміз ахлу сүнна уал жамаа. Ал шииттік адасушы ағымдар бұл төрт халифаның атына лағнет айтады. Оларды дос тұтпайды, керісінше жау тұтады. Ал бұл шииттік ағымдар көбінесе ислам үмметін ең көп зардап шектірген ағымдардың біреуі. Жалпы енді ол ағымдардың ең шектен шыққандары Али радиаллаху анху сахабаны пайғамбарлық немесе құдайлық сипатқа дейін алып барып жатады. Жалпы бұны ислам ғұламалары мұсылман ба, әлде діннен шығып кеткен кәпір ма, сол нәрседе ихтилаф бар, әртүрлі көзқарастарды айтады. Жалпы бұл қазаққа өте жат ағымдардың бірі.